Саламатсыздар ма? Бүгін біз жылдамдық жарысы ойынын жасайтын боламыз. Мінекей қажетті элементтерді қосып қойдым. Мінекей конструкторға кіріп, формат фонға кіріп фонын қойдым. Вставка арқылы, фигура арқылы осындай квадратик қойдым. Сонымен қатар вставка рисунки арқылы осындай дайын суреттерді қойып шықтым. Мінекей назар аударайық. Мына екі бала бізде гифка, яғни бұл қимылдап тұрған балалардың суреті. Мінекей бұл дайын тұрған сурет. Яғни біз қазір мына бала исчезновение болып, мына екінші бала пайда болады. Ол балаға біз линия деген анимация қосамыз, сөйтіп ол мына жерге дейін жүріп, исчезновение болып, мына анимация пайда болып, осылай мына анимация былай линиямен мында қозғалатын болады. Яғни біз мына баланың жүріп тұрған секілді, былай жүгіріп келген секілді анимациясын көретін боламыз. Содан кейін мында мына стрелкада бізде анимация болып тұр, гифка болып тұр. Яғни біз интернеттен гиф деп скачать етіп, PNG форматта гифкаларды скачать етіп, осылай презентацияның ішіне қосуымызға болады. Мінекей бірінші команда мында сұраққа жауап береді. Мінекей егер дұрыс вариантын басылса, осылай галочка шығады және стрелка шығады. Галочканы басқан кезде мына адам қимылдайтын болады. Ал егер қате варианттар басылатын болса, бізде мындай сары флажокты адам мында шығатын болады. Яғни ол флажокты адам бір кішкене бір 10 секундтай ғана тұратын болады, 5 секундтай тұратын болады. Сосын мына бала финишқа жеткен кезде, мынау қыз бізде мында екінші команданың батырмаларын блоктап шығатын болады. Яғни бізде осылай мында біз қызға гиперсілтеме қоямыз. Яғни гиперсілтеме арқылы келесі сұраққа өтетін болады. Мінекей осылай. Енді анимация бастайық. Мінекей анимация кірдік. Область анимация қосып қойдық. Мінекей ешқандай анимация жоқ. Енді мында дұрыс вариантқа көшейік. Бірінші А деген варианттың атауын форматқа кіріп, область выделения ашып көреміз. А деген нұсқаның атауы текстбук 25 екен. Бізде мұнда дұрыс қате жауаппен жұмыс жасайық бірінші. Егер А деген жауап басылса, бізде мына сары флажокты адам шықсын. Мінекей анимация кіреміз. Мінекей сары флажокты адамды басамыз. Мінекей А бізде текстбук 25. Сары флажокты адам. Появление таңдайық. Триггер по щелчку текстбокс 25. Яғни мынаны басқан кезде мына адам появление болады. Және добавить анимацию ол шығады, және исчезновение болу керек. Мінекей выцветание деген таңдайық. Қайттан жоқ болып кетсін. Пайда болады және жоқ болып кетеді. Мұнда триггерге де осы текстбокс 25-ті қоямыз. Және мышканы оң жағын басып, запускать после предыдущего дейміз. Яғни ол пайда болады, содан кейін жоқ болып кетеді. Яғни аны басқан кезде осы сары флажокты адам пайда болады және жоқ болып кетеді. Осылай шығатын болады. Сонымен қатар осында екі рет шерту арқылы звук қосуымызға болады. Мысалы, мұнда взрыв дегенді қояйық. Қате басылған кезде сары болды, дұрыс емес деп, бұл исчезновение болып кетеді. Бұны қазір соңында мұнда қоятын боламыз. Әзірге осында осы екі сурет осы екі шетте тұра берсін. Енді бізге қате вариантқа анимация қосылды. Енді мінекей қойылды. Бұл А варианты үшін. Енді В варианты. В варианты бізде ол да қате екен. Сондықтан В вариантына да осындай сары флажокты адамның пайда болмауын қосып шығамыз. Яғни ол үшін сары флажокты адамды басамыз. Бізде В варианты текстбокс 20 екен. Сары флажокты адамды басамыз. Выцветание. В варианты бізде текстбокс 22. Так, назад басамыз. Қараңыздар, мына жерде выцветание деп баспаймыз. Мына жақта добавить анимацию дейміз. Яғни біз егер мынау терезені басатын болсақ, мына анимацияларын жойылып кетеді. Добавить анимацию, выцветание, мінекей енді жаңа үшінші анимация қосылды. Триггер по щелчку текстбокс 22. Добавить анимацию деп қайтадан қосамыз. Выцветание және мұнда астына қоямыз. Запускать после предыдущего дейміз. Мінекей екінші В жауабы үшін қосылды. Енді С жауабы үшін қосамыз. Ол текстбокс 23. Добавить анимацию, выцветание, триггер по щелчку текстбокс 23.
добавить анимацию, выцветание кетеді. Бұны астына қойып, запускать после предыдущего дейміз. Мінекей, А, В, С үшін жасалынды. Енді Д вариант үшін жасаймыз. Д варианты бізде 24 екен. Добавить анимацию, выцветание, по щелчку, текстбокс 24. Мінекей, добавить анимацию, выход, выцветание. Деймізді мынаның астына қойып, запускать после предыдущего дейміз. Мінекей, А-ны басқан кезде сары флажокты адаммен взрыв шығады. Так, мында А-ны басқан кезде взрыв қойдық. Мында екіншіге звукқа взрыв қоямыз. Окей. С-ны басқан кезде де звук взрыв қоямыз. Және Д-ны басқан кезде взрыв қоямыз. Мінекей, болды, біздің қате варианттарымызбен жұмысымыз аяқталды. Енді дұрыс вариантқа өтеміз. Е-ні басқан кезде бізде мына галочка пайда болады, және стрелка пайда болу керек. Галочканы, міне Е-нің атауын көріп алайық. Е-нің атауы текстбокс 21 екен. Галочканы басамыз. Бұған плавное появление дегенді қояйық. Астынан былай шығатын болады. Бұған Е бізде текстбокс 21. Триггер, по щелчку, текстбокс 21-ді қосамыз. Плавное появление болады. Және бұған звук қосайық. Бұнда колокольчик деген звук бар. Осылай плавное появление болады. Стрелканы басамыз. Бұған да появление қосайық. Бұл бізде жаңағы Е деген вариант басқан кезде запускать вместе с предыдущим дейміз. Екеуі осылай пайда болады. Енді осы галочканы басқан кезде на адам исчезновение болу керек. Галочка бізде рисунок 19. Адамды басамыз. Исчезновение. Галочка бізде рисунок 19. Триггер. Рисунок 19. Рисунок 19-ды басқан кезде мына адам жойылады. Мына екінші адамды басамыз. Возникновение. Жаңағы рисунок 19-ның астына қоямыз. Запускать вместе с предыдущим дейміз. Яғни мына жойылады, мына пайда болады. Енді адамды алай астына қарай қоямыз. Бұл адамға добавить анимацию, линия дейміз. Мінекей, ең астында линия. Қараңыздар, линия астыға кетіп қалды. Бұл қызылды жоғары қарай қоямыз. Мында қарай барады линиямен. Ал бұның триггер ретінде жаңағы рисунок 19 басамыз. Галочка басылған кезде мына адам исчезновение болады. Исчезновение болып мынау бала жүретін болады. Яғни оны запускать после предыдущего дейміз. Мыналар исчезновение болады, возникновение болады, сөйтіп жүреді. Жүргеннен кейін барып мына екінші бала пайда болады. Бұған добавить анимацию, возникновение. Бұған рисунок 19-ға қоямыз. Яғни галочканың триггерінің астына қоямыз. Запускать после предыдущего дейміз. Яғни мынау жүгіріп болып келеді мұнда. Жүгіріп болып келгеннен кейін мұнда исчезновение болу керек. Соны тастап кетіппіз. Мінекей, жүгіріп болып келді. Добавить анимацию, исчезновение. Мінекей, жүгіріп болғаннан кейін исчезновение болады. Запускать после предыдущего. Содан кейін барып мына адам пайда болады. Мінекей, мына адам исчезновение болады. Мына возникновение болып мұнда жүгіріп барады. Бұл исчезновение болып мына адам пайда болады. Мінекей, бұл пайда болды. Енді бұған добавить анимацию, линия болады. Мұнда қарай жүгіреді бұл. Триггері сол рисунок 19 галочкамыз болады. Мишканың жағын басып, запускать после дейміз. Яғни мына анимациялар жүргеннен кейін барып жүреді. Бұны алдыға қарай жылжытып мында қоямыз. Және добавить анимацию, исчезновение. Ол жүріп болғаннан кейін жойылып кетеді. Ең астына қоямыз. И астына басып, запускать после предыдущего дейміз. Мінекей, қойылды. Енді мына қыздың орнына мен қазір мұнда екінші команданы блоктайтын боламын. Мінекей, мына баланы қояйық. Яғни екінші команданың алдында мына баланың суреті пайда болады. Мынау финишқа жеткен кезде. Яғни бұған, мінекей, мына баланы басамыз. Выцветание. Ең астындағы жаңағы мына адам жойылғаннан кейін деп қосамыз. Мышканы оң жақ басып,
запускать после предыдущего. Жаңағы адам, мына адам мында жүгіріп келеді, исчезновение болады. Исчезновение болғаннан кейін екінші команданың батырмалары блокталады. Мінекей осылай мында қоямыз. Енді бір тексеріп көрейік. Мінекей қате вариант басайық. Так, мына адамды біз мында қоямыз. Тексеріп көрейік енді қайтып. Қате. Дұрыс. Галочка шықты. Галочканы басамыз. Исчезновение болды. Возникновение, исчезновение. Және мына екінші команданың алдына осылай шықты.